Балдар үйге қандай тапсырма берді? Әңгімесін оқу және де одағы сұрақтарға жауап беру. Үзінділер беріледі, сол үзіндіні ілмек әдісі арқылы біріңізде кейбіріңіз жалғастырып түсініп айтасыздар. Бірінші топтан кім айтады? Сол күні тал түске дейін ерінбей, жалықпай, шұқылап, пысқылдап, пысылдап, ұзақ отырып велосипедімді жөндедім. Біздің ауылдағы дүкенде дөңгелек сатпайтын, тіпті резеңке жамайтын жерінде сатпайтын. Сондықтан да мен оны шүберекпен байлап, жиырылған тас салып қоятынмын. Және соған менің апам ұрысты. Жақсы, арғы. Ура деп бөлме қуанып қалдым. Апам басын төменге түсіріп үн-түнсіз тұрды. Әне басын көтерді. Әкем тұшпара дайында деп анам айтты. Мен іштей қуанып кеттім. Ура деп, алақай деп қуанып отқан кезінде анам басын салбыратып, үн-түнсіз тұрды да, әне басын көтеріп, тағы да не жейсіңдер, айта беріңдер, неге үндемей қалдыңдар деп айтады. Сол кезде үн-түнсіз болдықта ішімізден бір нәрсенің дұрыс емес екенін сездік. Содан кейін алдымызда тұрған табаққа қолымызды амалсыздан салып, тамағымызды жей бастады. Сол кезде анамыз, бұл дүниеде еттен басқа ешқандай тәтті тағам жоқ. Күнде пісірсеңіз де күнде жей береміз дегендей үн-түнсіздік тілек болды. Сол кезде анамыз, онда сендерге орыстың көжесін, өзбектің палауын жасап берейін. Айта беріңдер, заказ бере беріңдер. Мен сендерге ресторан емеспін. Сондықтан да мен сендерге жаста келіншек те емеспін. Сондықтан өз қалаған тамақтарымды өздерің істеп жеңдер дейді. Не сол кезде не спагетти жейсіңдер ме, болмаса тышқан етін жейсіңдер ме, өздерің білесіңдер деп айтады. Енді осы екінші үзіндіні оқып, ары қарай жалғастырып айтыңыз. Жағаға жете бере көйлек шалбарды құмның үстіне атып ұрып, күмпетіп суға сүңгідім. Дем арасында жаным жай тауып рахаттанып қалдым. Құлаш ұрып біраз жүзес түсінде берді, бірақ өзеннің бұл тұсы жайылма тайыз екен. Судан шығып көйлек шалбарымды қолыма ала бергенімде, арғы беттен маған күле қарап отырған бір қызды көзім шалды. Мен судың жағасына жете бере, киімдерімді тез-тез құмның үстіне қойып суға сүңгідім. Менің ыстықтап тұрған денем кішкене болсын рахаттанып қалды. Мен денемнің ыстығын басып кішкене жүзейін едім, бірақ судың бұл тұсы өте тайыз екен. Судан шығып қолыма киімдерімді алып едім. Судан арғы бетінде маған күле қарап отырған қызды байқап қалдым. Жақсы. Енді екінші топ. Жақсы, енді жарайсыз. Мадина. Ет басыма бір ой сапайта қалды. Адам баласы өзі аңсаған арманын қашан оп-оңай көп қол жеткізіп еді. Жанардың ауылына қарай бардым велосипедіммен. Судан өттім, бірнеше балаларды көрдім. Қыздардың бәрі маған қарап, өзінің көңілдері көтеріліп, күліп ыржиып отырды. Сол кезде жоқ, мен тек Жанарды ғана жақсы көремін, басқа қыздарға қарамаймын деп кетіп барады. Жанардың үйін білмегендіктен ар үйдің ар жағынан қарап, ар жақ бер жақтарын қарап шықтым. Басқа көшеге бұрылдым, алдымнан бір топ бала шықты. Бір қара торы, бойы ұзын, сопақ басты, көзі бадырақ бала алдымнан «Ей, не істеп жүрсің?» деп айтады. Сол кезде қорқып, ештеңе істеп жүрген жоқпын. Әшейін адам баласы бұл жақта жүреді ма дейді. Кейін менен велосипедімді айдап көрейікші, айдайықшы дейді. Мен ол кезде жоқ, бере алмаймын деп велосипедіммен астыға қарай тура қаштым. Кетіп бара жатқан кезде алдымнан кішкентай бала жүгіріп шықты. Сол кезде артынан бір қызды көрдім. «Ей, баланы басы көтесің» деп Жанардың дауысы естілді. Айқайлап жіберген кезде қорқып, бірден шетке қарай бұрып жіберіп, бірден артқа қарай құлап түстім. Сол кезде ұялып, не істерімді білмедім. Жарайсыз, ары қарай Асылбек жалғастырыңыз. Қызының көзінше лайға құлап, оған ешқандай сөз айта алмауым, осының барлығын мен ойлап өз-өзімді жеп жүргенде күндер өтіп кетті. Және де арада күндер өткен соң мен Мұңғылапқа өзімді ұрып кеткен 3-4 балаға қайта сыбайластарыммен бірге бардым. Қасымда 3-4 сыбайласым бар.
мен оларды түкпір-түкпірден іздедім, тіпті мың бұлақтың мал сататын базарынан да іздедім. Кенет адамдар көп тұр екен кассаның қасында. Адам көп екен. Кенет маған бір дауыс, әй Жами деген дауыс естілді. Бұл мені шақырды ғой деп қарасам, Жанар тұр екен. Қуанғаным соншалықты оған жүгіріп барып, сәлем қалайсың деп ыстық алақандарымен оны құшақтап алдым. Және де сасқанымнан оған сен онда не істеп жүрсің? Одан басқа ешқандай сөз айта алмадым. Жарайсыз, Асылбек өте жақсы. Және де мәшиненің ішінде 3 бала және де 2 қыз түсті. Сол 2 қыздың біреусіне ақ орамал жапты. Және де апам не жыларын не күлерін білмей ары-бері таң болып жүрді. Күйеуіңіз келді деген дауысты естігеннен кейін көрші-қоланың барлығы жиыла кетті. Содан соң бәріміз келіннің қасына бара жөнелдік. Келін үйге төрге кетті. Төрге ене бастады. Және де сол кезде маған «Ей, Жами» деген дауысты естідім. Сол кезде жеңгемнің бірінші дауысын естігендей болып аң-таң болдым. Бірақ та дауысы әдемі екен. Бірақ осы дауысты мен бір жерден естігендей, өңімде немесе түсімде естігендей болдым. Кейін «Ей, Жами» деген бір жылы бұрын соңды таныс бір дауыс естілді. Артыма жалт ете қарасам, артында Жамал тұр екен. Менің ойлағаным, ол мені шақырғаныма келген шығар деп ойладым. Қайдан білейін деп Жамал деп күліп жібердім. Сол кезде жаныма келді де сен келіпсің ғой деп айттым. Сол кезде Жамал я келуге тиіспін ғой деп үн қатты. Білесің бе Жами, сенің аған үйленіп жатқан әйел менің туған әпкем ғой деп айтты. Сол кезде мен үн-түнсіз Жамалдың бетіне аңқая қарадым. Кенет жүрегіме ине тығылғандай қатып қалдым. Жарайды, жақсы Нұрсая. Балалар, мен қазір ән қоямын, соны тыңдап, мұқият тыңдаңыздар. Одан кейін сол бойынша сұраққа жауап бересіздер. Бала махаббат әңгімесіндегі қандай байланыс бар әңгімесі? Ұқсастығы тақырыбы бірдей, және де өзінің кішкентай кезіндегі алғашқы махаббаты туралы айтады. Ал айырмашылығына келетін болса, бұл қасында бірге отырған парталас қызы. Қайсында? Өлеңде парталас қызы туралы айтылған, ал әңгімеде жігерлікте танысқан қызбен айтылған. Қыз жөнінде. Кім жауап береді? Қыз қайда тұрады? Қыз көршілес ауылда тұрған болатын. Жақсы, отыра қойыңыз. Балалар, ақын өзінің өлеңінде осындай ерекшелікпен жазса өлеңін, енді жазушы әңгімесінде махаббатты қалай жырлады, қалай айтты, қандай тілдік құралдарды пайдаланды. Бүгінгі сабағымызда соны талдаймыз. Енді бірінші топқа мен сатылай кешенді талдау парағын беремін. Сатылай кешенді талдау жасайсыздар. Ал екінші топ әңгімеде кездесетін мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді анықтап, олардың мағынасын айтасыздар. Қай тұста ол қолданылды, ол сөздер, соны сол туралы айтып бересіздер. Аса өмір арнасында шалқып сәби сезім. Ал балалар, болдыңыздар ма? Күйеу 100 жылдық, құда
мыңжылдық деген оларды күтіп алған кез еді. Және де құдалармен ара қатынасымыз жақсы болсын, әрқашан бірге жүрейік, ешқандай ұрыс-керіс болмасын деген ниетпен айтылатын мақал мәтел. Өте жақсы, жарайсыз. Той дегенде қубас домалайды. Ол дегеніміз бұрынғы заманда да қазіргі кезде де қазақтарда той дәстүрі өте қалыптасқан болатын. Той жасағанда да, тойға шақырғанда да қазақтар у-шу болады. Сондықтан да той дегенде қубас домалайды деп айтып кеткен. Жамал белшебет айдап үйренгісі келеді, бірақ ол оңбай құлайды. Сосын Жәми ішінен көп ойнаған бір жыла деп мақалды айтып кетеді. Дұрыс. Келесі мақал, Амира. Өлімнен ұят күшті. Жәми жанардың алдында велосипедтен құлап түскен соң, күлкіге қалмас үшін, абыройынан айырылмас үшін қашып кетеді. Дұрыс. Құлағының құры шетін жеді. Қайта-қайта айта беріп мазамды алды. Дұрыс. Келесі тұрақты тіркес ақ тер көктер болдым. Бұл дегеніміз аяғынан сабылды, қара терге түсті. Дұрыс. Жігерім құм болды, еселі қайтып қалған дегенсіз. Дұрыс. Бұл екінші топ өте жақсы жауап берді, жарайсыздар. Бірінші топ дайынсыз ба? Авторы Нұрғали Ораз. Тақырыбы балалық шақтағы махаббаты. Идеясы үлкендердің көзқарасымен санасуы керек. Жанр түрі әңгіме. Композициялық құрылысы. Басталуы велосипедті жөндеуі, байланысы жігері алқабына баруы, дамуы қызбен алғашқы кездесуі, шиеленісі Жәми мен Жанардың махаббаты, шарықтау шегі Қыбырай ағасының үйленуі, шешімі Жәмидің мұңы. Дұрыс. Келесі Джу. Әдеби теориялық ұғымдар. Метонимия, қитар ит. Бұл жерде қайсысы метонимия болып тұр? Метонимия ит. Жаман деп Жәмиді айтады. Бұл жерде метонимия жаман. Дұрыс. Эпитет. Салқын қабақ, жұмсақ үн, теңеу, күн шуағындай, моншақтай жылтырайды. Кейіптеу, келес өзені сылқ-сылқ күледі. Дұрыс. Келесі Шөңгелбек сөздік. Сәкі жазда отыратын тапшан, ал сәнді иіліп өсетін ағаш. Негізгі түйіні бала махаббат ешқашан ұмытылмайды. Дұрыс. Балалар үйге тапсырма, осы әңгімедегі кейіпкерлердің атын жазамыз, олардың әрқайсысына жекелей мінездеме беріп келеміз. Тапсырма түсінікті ма? Балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайсыздар. Ол үшін сіздерге міне стикерлер берді ғой жаңа әрқайсыңызға. Соған өз пікірлеріңізді жазасыздар. Не үйрендіңіздер, не тағы да не пікірлеріңіз келеді, сол туралы жазып, тақтаға жапсырыңыздар. Балалар, алдымен сіздерге бір сұрағым бар. Махаббаттың символы не? Махаббат дегенде біз ненің бейнесін көз алдымызға елестетеміз? Жүректі елестетеміз көзімізге. Жүрекпен ғашық болады, сезімдердің бәрін жүрек арқылы сезінеді екен. Сол себепті қазір стикерлерді алып, тақтаға жүректің бейнесін саламыз. 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен сездіруге бар